Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Бұхаева Жадыра Қанатқызы. Бүгінгі тақырыбымыз тұрақты токтың пайда болу шарттары. Сабақтың мақсаты тұрақты электр тоғының шарттары, кернеу, кернеулік, электр қозғаушы күш, Ом заңдары, Джоулет заңдары жайлы оқып үйренеміз. Ток сипаттамасы. Электр зарядының кез келген реттелген бағытталған қозғалысын электр тогы деп атайды. Электр өрісі әсерімен зарядтардың қозғалысын өткізгіш ток дейді. Ток тасымалдаушылары. Металдарда еркін электрондар, электролиттерде оң және теріс зарядталған иондар, газда электрондар мен иондар, жартылай өткізгіштерде электрондар мен кемтіктер. Ток бағыты. Теріс және оң зарядтар бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалады. Тұрақты ток дегеніміз ток күшінің шамасы мен бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін электр тогы. Бұл жерде I тең болады Q бөлінген T ток күшінің өрнегі. I дегеніміз ток күші, өлшем бірлігі ампер, Q дегеніміз заряд, өлшем бірлігі кулон, T дегеніміз уақыт, өлшем бірлігі секунд. Электр тогы ток тығыздығымен де сипатталады. Ток тығыздығы G әрпімен белгіленеді. G тең болады I бөлінген S. I дегеніміз ток күші, S дегеніміз қиманың ауданы. G дегеніміз ток тығыздығы. Ток тығыздығы векторлық шама. Оның бағыты ток бағытына, яғни оң зарядталған қозғалысымен бағыттас болады. Электр тоғының пайда болу шарттары. Бірінші, электр тоғы пайда болу үшін өткізгіште еркін зарядталған бөлшектердің болуы қажет. Екінші, электр зарядтарын қозғалысқа келтіру үшін электр өрісін тудыру қажет. Электр қозғаушы күш дегеніміз зарядтың ток көзінен алған электр энергиясының ток көзінің ішкі құрылысына тәуелділігін сипаттайтын шаманы айтамыз. Электр қозғаушы күшінің формуласы эпсилон тең болады А бөлінген Q. А дегеніміз жұмыс, Q дегеніміз заряд, эпсилон дегеніміз электр қозғаушы күш. Және де бұл жерде кернеу не болмаса потенциалдар айырымының формуласы берілген. U тең болады Фи1 алынған Фи2. U дегеніміз кернеу не болмаса потенциалдар айырымы, Фи дегеніміз потенциалдар. Тізбек бөлігіндегі токтың жұмысы А тең болады Q Фи1 азайтылған Фи2 тең болады Q көбейтілген U. Бұл жердегі Фи дегеніміз потенциалдар, Q дегеніміз заряд, U дегеніміз кернеу не болмаса потенциалдар айырымы деп алдыңғы жерде де айтқан болатынбыз. U тең болады А бөлінген Q. Бұл жерден А дегеніміз жұмыс, Q дегеніміз зарядты білдіреді. Бөгде күш F әрпімен белгіленеді. Формуласы F тең болады Q көбейтілген E. А тең болады U көбейтілген T көбейтілген I. Бұл формуланы біз ток күшінің зарядқа байланысты формуласынан алып отырмыз. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Тізбек бөлігі арқылы өтетін ток күші тізбек ұштарындағы кернеуге тура пропорционал және оның кедергісіне кері пропорционал болады. U тең болады R көбейтілген I, немесе R тең болады U бөлінген I. Өткізгіштіктің кедергісіне кері шама электрлік өткізгіштік деп атайды. Сигма тең болады 1 бөлінген R. Өткізгіштіктің өлшем бірлігі Сименспен өлшенеді. Кедергінің өлшем бірлігі Ом. Бұл жерде
кедергінің меншіктік кедергіге байланысты формуласы берілген. R тең болады ρ көбейтілген L бөлінген S. Ρ дегеніміз меншікті электрлік кедергі. L дегеніміз ұзындық, S дегеніміз аудан. Ρ тең болады R көбейтілген S бөлінген L. Меншікті кедергінің өлшем бірлігі ом көбейтілген метр квадрат бөлінген метр. Бұл жерде меншікті кедергінің температураға сызықты тәуелділік формуласы көрсетілген. Т теңгінің өлшем бірлігі ом. Бұл жерде кедергінің меншіктік кедергіге байланысты формуласы берілген. R тең болады ρ көбейтілген L бөлінген S. Ρ дегеніміз меншікті электрлік кедергі. L дегеніміз ұзындық, S дегеніміз аудан. Ρ тең болады R көбейтілген S бөлінген L. Меншікті кедергінің өлшем бірлігі ом көбейтілген метр квадрат бөлінген метр. Бұл жерде меншікті кедергінің температураға сызықты тәуелділік формуласы көрсетілген. Ρ тең болады ρ0 жақша ішінде 1 плюс альфа Т градус. Меншікті кедергінің температураға сызықты тәуелділік формуласына кедергіні қойған кезде төмендегі формула шығады. R тең болады ρ0 жақша ішінде 1 плюс альфа Т градус. Толық тізбек үшін Ом заңы. Тұйық тізбектегі ток күші ток көзінің электр қозғаушы күшінің шамасына тура пропорционал және тізбектің ішкі сыртқы кедергілерінің қосындысымен анықталатын толық кедергіге кері пропорционал болады. И тең болады эпсилон бөлінген R көбейтілген үлкен R. Электр тоғының қуаты. Қуат деп жұмысты атқару шапшаңдығын сипаттайтын шаманы айтады. Қуат P әрпімен белгіленеді. P тең болады A бөлінген T. Тең болады I көбейтілген U. Электр тоғының қуаты. Қуаттың өлшем бірлігі Ватт. Джоу-Ленц заңы. Өткізгіштегі токтың бөліп шығаратын жылу мөлшері өткізгіштің кедергісіне, ток күшінің квадратына және оның өтетін уақытына тура пропорционал. Джоу-Ленц заңының өрнегі Q тең болады I квадрат RT. Q дегеніміз жылу мөлшері, I дегеніміз ток күші, R дегеніміз кедергі, T дегеніміз уақыт. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.